Дәрісімізді ары қарата жалғастырамыз. Біз алдыңғы видео материалда жалпы дәрістің тақырыбы, дәрістің жоспары, одан бөлек координата және координата жүйесі ұғымымен таныстық. Координаттық жүйелердің жіктелуі және координаттық жүйелерді құру үшін математикалық негіздемелерге тоқталдық. Ары қарата біз сіздермен геодезияда қолданылатын координаталар жүйесіне тоқталатын боламыз. Олардың біріншісі географиялық координаталар жүйесі. Бұл жерде координаттық жазықтық ретінде шар алынады, ал бастапқы жазықтық ретінде нөлдік меридиан мен экватор жазықтығы алынады. Координаталары бұрыштық өлшемдер, яғни нүктенің ендігі мен бойлығы болып табылады. Экватор жазықтығынан солтүстікке қарай солтүстік ендік, оңтүстікке қарай оңтүстік ендік болып бөлінеді. Және де бастапқы меридианға қатысты оның батысындағы меридиан бойлықтар батыс бойлық, шығысындағы бойлықтар шығыс бойлық болып бөлінеді. Келесі координаттар жүйесі бұл бізде тікбұрышты координаттар жүйесі. Ол біршама қысқа арақашықтықтарға қатысты есептерді шешкенде қолданылады. Оның негізгі элементтері OX абсцисса осі және OY ординатта осі және олардың қиылысқан нүктесі О нүктесі координаталар басы болып саналады. Бұл жерде математикада қолданылатын декарттық координаталар жүйесімен салыстырғанда OX абсцисса осінің бағыты өзгереді, яғни оның бағыты бастапқы меридианға, магниттік және осьтік меридианға параллель болады, немесе еркін қабылданады. Ал OY координата осі осы OX осіне перпендикуляр болып келеді. Горизонталь жазықтық координаттар осімен 4 ширекке бөлінеді. Кез келген А нүктесінің орны бұл координаттар жүйесінде координаттар басынан осы нүктелердің OX және OY осьтерінде проекцияларына дейінгі XA және YA кесінділерімен анықталады. Олар координаттар өсімшелері деп аталып, дельта X, дельта Y деп белгіленеді. Төменде берілген кестеде сіздерге әр ширектегі координатталардың таңбалары, яғни оң немесе теріс екендігі көрсетілген. Полярлық координаттар жүйесі деп координаттар басы ретінде полюс пен полярлық ось қабылданған жүйедегі нүкте орнының бұрыштық және сызықтық өлшемдерін айтады. Кез келген нүктенің орны полярлық осьтен берілген бағытқа дейінгі бұрышпен және полюстен берілген нүктеге дейінгі арақашықтық арқылы анықталады. Полярлық ось ретінде шынайы немесе магниттік меридиан, тордың вертикаль сызығы және солтүстік бағыттағы кез келген бағдар қабылдануы мүмкін. Негізгі шамалар бұрыш және қашықтық. Тікбұрышты жазық координаттар жүйесі жер бетінің едәуір территориясын жазықтыққа кескіндеу үшін нүктелерді эллипсоидтың бетінен белгілі бір математикалық заңдылық бойынша жазықтыққа көшіруге мүмкіндік беретін картографиялық проекциялар қолданылады. Бұл жерде атап айтқанда Гаусс-Крюгер проекциясы. Олар жазықтыққа Гаусс-Крюгердің тең бұрышты көлденең цилиндрлі проекциялау заңы бойынша проекцияланады. Сонда жер эллипсоиды бойлықта әрбір 6 градус сайын меридиандармен 60 зонаға бөлінеді. Олар полюстен полюске дейін созылады. Келесі слайдта көретіндеріңіз, бұл жерде сіздерге негізгі элементтер берілген, яғни бұл бізде полюс, кейін қисық сызықпен көрсетілген меридиандар, экватор, дәл ортасындағы меридианды осьтік меридиан деп айтамыз, және де экваторға параллель орналасқан сызықтарды параллельдер деп айтамыз. Зоналардың номерлері батыстан шығысқа қарай Гринвич меридианынан бастап жүргізіледі, ал Гринвич меридианы бірінші зонаның батыс шекарасы болып саналады. Әрбір зонаның орталығында орналасқан меридианды жаңа айтқанымыздай осьтік меридиан деп айтамыз.
Бұл көбінде бізде КСРО мемлекеттерінде қолданылады. Сол себептен КСРО мемлекеті толығымен солтүстік жартышарда орналасқан. Яғни бұл жердегі X-тің мәні әр уақытта оң болады. Ары қарата өлшеулер мен есептеулерді ыңғайландыру үшін Y, яғни осьтік меридианды Y осінің бойында осьтік меридиан X-ті бізде батысқа қарата 500 километрге жылжытқан. Яғни әр уақытта Y-тің де таңбасы оң болуы үшін. Бұл координаталар жүйесі жаңағы толығымен сипатталған СК-42 деп аталынады, яғни система координат 1942, яғни 1942 жыл құрылған координаталар жүйесі. КСРО аумағында 1/10 мыңдық және одан ұсақ масштабтағы карталарды жасауда осы СК-42 координаталар жүйесі қолданылған, ал 1/5 мыңдық және одан да ірі масштабтағы карталарды жасау үшін 3 градустық СК-63 деп аталынатын координаттар жүйесі қолданылған. Ол екеудің бір-біріне қатысты схемасы алдарыңызда көрсетілген. Ары қарата Қазақстанда қолданылатын координаталар жүйесіне ары қарата тағы да тоқталатын боламыз. Ал әзірге осы видео материалымызды аяқтаймыз.